30-да 70 пен 20 миллион үйіне қанша ОП болу керек дейді. Сәлеметсіз бе? 30-да 70 пен 20 миллион үйін алу үшін сіздің ОП-ңыз 3-те 3 болу керек. Ол деген сөз сіздің банк сыйақыңыз 66 мың теңге болу керек. Оны қайдан қарайсыздар? Приложенияға кіресіздер. Приложенияға кіргеннен кейін депозиттің үстінен басатын болсаңыздар, дөңгелек график шығады. Сол дөңгелек графикте қызыл нүкте банк сыйақысы деп белгіленеді. Егер де сол банк сыйақыңыз 66 мың болса, онда сіздің ОП-ңыз 3-те 3 болды деген сөз. Сол кезде сіз міндетті түрде банкке барып, өзіңіздің табыс көзіңізді растау керек боласыз. Және де тек қана алғашқы нарықтан ғана алуыңызға болады бұл бағдарлама бойынша. Және де тек қана біздің банкпен келісім шартқа отырған үйлерден ғана ала аласыз. Сондықтан ОП-ңызды дұрыстап өсіріңіз. Күтпес үшін, егер де сіз депозитке жинамаған болсаңыз, онда сол 30%-ді салғаннан кейін 7 ай күтесіз. Сосын барып сіздің ОП-ңыз 3-те 3-ке болады. Баршаларыңызға сәттілік, және де менің каналыма, менің аккаунтыма жазылуды, тіркелуді ұмытпаңыздар. Менде пайдалы ақпарат көп.